Сәлем достар, бүгінгі видео мен бір күнімді қалай өткіземін, не нәрселерді пландаймын, сол бойынша болады. Мен осы жақын арада болып жатқан жағдайлар туралы айтатын болсам, біріншісі ол 140 курсына қатыстым. Осы дүниежүзі тарихы пәні бойынша мен осы курсқа дейін өзім дүниежүзі тарихы пәнін өзім оқып, түсініп, тесттер орындап, осылайынан дамытуға тырысып көрдім деп айтуға болады. Бірақ та өте көптеген ағылшын тілі, мектеп, сабақтар, үй жұмысы деген секілді пландар өте көп болғаннан кейін мен дүниежүзі тарихы пәнін кейінге қалдырып жүрдім. Бірақ қазір университетқа өткеннен кейін курсқа қатысу қажет, шынымен де дайындалып бастау қажет деп ойлап, осы курсқа қатысқан болатынмын. Менде 140 пәннен курс 14 тамыз басталады, ал бүгін болсақ біз куратормен кездесеміз. Және де мен ағылшын тілін қазір IELTS материалдары бойынша дамытып жатырмын. Яғни listening, reading, speaking, writing, осылардың барлығын көбінесе ағылшын пәнінен, яғни IELTS тесттарын орындап, қандай нәрселер қате, қандай нәрселер дұрыс, грамматика, көбінесе тест орындау арқылы не нәрселерден дайындалуым қажет, қандай нәрселерден қате жіберіп жатырмын деген секілді IELTS материалдары бойынша дамытып жатырмын. Егер де сіздер де ағылшын тілдеріңізді дамытқыларыңыз келсе, менің телеграм каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Ол жерде өте көптеген материалдар бар, және жиі подкасттар, әртүрлі кітаптар, жаңалықтар ағылшын тілінде сол туралы салып отыратын боламын. Ал телеграм каналымның ссылкасын мен осы төмендегі описаниеге қалдырып кететін боламын. Ендеше біз осы күнімізді бірге бастайық, бірақ мен әлі план құрған жоқпын. Қазір бірге құратын боламыз, бірақ та мен осы бүгінгі күнімді ағылшын тілі материалын көрумен, оқумен, readingді белгілі бір жаңалықтарды оқумен бастайтын боламын. Ендеше кеттік. Мен қазір бүгінгі планымды осы бір айлық жасап қойған планға байланысты бір күнімді пландаймын. Мен қазір бірінші ағылшын тілі материалы readingді дамытуым қажет, яғни оқылымды, әртүрлі материалдарды оқып, көбінесе жаңалықтар. Содан жаңа сөздер болса, соларды жаттауым қажет. Екінші план ол менде ағылшын тілінде сұрақтар бар. Сол сұрақтарға жауап беруім керек ағылшын тілінде. Үшіншісі мен ағылшын тілінен ғылыми жұмысқа дайындалуым қажет. Сонымен жұмыс жасауым қажет. But I'm so starving. Мен Наполеон Хиллдің кітабын оқуым қажет, осы айда бітіруім керек. Мен кітап оқымай кеткелі өте ұзақ болды. Өйткені мен фильм көрсем де ағылшын тілінде көремін. Кітап оқысам да қазір ағылшын тілінде, белгілі материалдарды оқитын болсам да ол да тек ағылшын тілінде. Listening де ағылшын тілінде, яғни тыңдалым, әртүрлі YouTube каналдар, блогерлер, оның барлығы, яғни ағылшын тілінде болғаннан кейін менде қазір қазақ тілінде Наполеон Хилл кітап бар, соны оқып бітіруім қажет осы айда. Сол секілді өте көптеген пландар бар, бірақ мен осы пландарды жайлап, яғни жай-жаймен орындап келе жатырмын, яғни прогресс бар деп айтуға болады.
Қазір сағат 2-лер шамасы болып қалды. Мен ағылшын тілінен новости, жаңалықтар, сол бойынша жаңа сөздерді көрдім, reading дамыттым. Сонымен қатар vocabulary, яғни словарь, жаңа сөздер қосылды. Сонымен қатар мен өзім, ағылшынша сұрақтар берілген, соған жазбаша жауап беруге, өзімнің жауаптарымды дайындап жазуға тырыстым, writing. Сонымен қатар тағы салынған нәрсе, ол менде әртүрлі заттарға заказ берген болатынмын, бәлкім келесі видео түсірілген кезде распаковка жасаймын. Сонымен қатар мен осы белгілі бір тіл бойынша дәптер және де оқулық заказ берген болатын. Екеуін заказ беріп, сол қазір айтып жатқан жаңа тілді дамытуға тырысатын боламын ағылшын тілімен қоса. Ал бүгін болса тағы да айта кетейін, менде жетте ниш тарихы пәні бойынша куратормен кездесеміз, соған дайындық бастау қажет. Біз уже стоматологтан келгенімізге жарты сағат болды. Қазір сағат 5:50 кетті. Менде сағат 7-те ниш тарихы пәнінен тест болады. Сағат 7-те кіруіміз қажет. Примерно 1 сағат болады 8-ге дейін. Ал қазір болса, мен өзім бүгін тапқан 3 канал бар. Сол 3 каналды басынан бастап көріп, материалдарын көріп, қажет материалдарды жүктеп деген секілді сол іспен айналысайын деп жатырмын. Примерно қазір 6 болып қалса, 7-ге дейін ағылшын тілімен айналысам. Кейін 7-те уже бағана айтып кеткенде тест болады 8-ге дейін. Соған дайындалуым қажет. Менде бүгін жасау қажет ағылшын тілі тапсырмалардан reading болды, содан кейін ағылшын сұрақтар, соларды да істедім. Бірақ менде бүгін ең басты нәрсе ғылыми жұмысты істей алмадым уақытысында, бәлкім 8-ден кейін істеп көруге тырысам. Бірақ та менде 7 мен 8-дің арасында ниш тарихы пәнінен тест болғаннан кейін, бәлкім 8-ден кейін бізге тапсырмалар беріп бастауы да мүмкін. Сол себепті бүгін ғылыми жұмыспен айналыса аламын ба, айналыса алмаймын ба білмеймін. Және Наполеон Хиллдің кітабын оқуым қажет болған қазақ тіліндегі, бірақ оған да үлгере алмай қалдым. Бізде бірақ та ниш тарихы пәнінен курс 14 тамыз басталады. Бүгін бізде тест болады, бірақ мен әлі тестке дайындалған жоқпын. Мен өзім ниш тарихы пәнінен бар білгенімді сол тестта көрсететін боламын деп айтуға болады. Ал қазір болса, мен де listening болайын деп жатыр, подкаст тыңдайын деп жатырмын. Сол. Categories, and you will be learning the top 100 sentences and phrases to talk about your daily life. Are you ready to get started with the first category? What's the first thing you do in the day? Well, you wake up. Let's go see. 10 sentences for waking up in the morning. Oh, I hate it when my alarm clock goes off. I always push snooze. Бізде, менде уже тест аяқталды. Ол жер негізінде 1 сағат болады деп есептелген болатын, бірақ та тестті бірден орындап болғаннан кейін шығып кете беруге болады екен. Қазір уже 7:25 кетті, мен тестті орындап болдым. Енді қазір мен бағанағы айтып жатқан 200 expression, соны қазбет жазып алуым қажет. Содан кейін Наполеон Хиллдің кітабын оқуым керек. Ал ертеңгі күнге менде ғылыми жұмыс бар. Сонымен қатар менде ертеңгі күнге ертең тағы да мен бір платформаға тіркелуім керек.
Мен мына кітапты 4500 теңгеге алған болатынмын. Бәлкім уже жарты ай өтіп кетті бұны алғаныма. Сонымен қатар бұл жерде маған ұнағаны қазір оқып жатқан беттегі примерно қазір 68-ші бет. Осы жерлерде кішкентай саңырау баланың естуі деген бір тақырып басталады деп айтуға болады. Сол жерде өте жақсы айтылған, яғни өзінің әкесі баласына бір қолдау көрсету арқылы, дұрыс ақыл айта білуінің арқасында баласы өзіндегі бір қиын сәттерден қалай өткендігі, осы жерлер маған өте қатынады. Сонымен қатар менде қазір осы 68 бетке дейін оқыған жерімнің көбісін ұмытып қалдым. Барлық толық ойды түсінем, бірақ әрбір детальдарын, көп детальдарын ұмытып қалдым. Мен және де тағы да бір план, ол алдыңғы жылы оқыған бір кітап болды. Уақыт бойынша сол кітапты мен қайттан оқып көрейін деп жатырмын. Жаңа айтып жатқан кітапта ол жерде ақша үнемдеу бойынша өте көптеген кеңестер берілген. Мысал ретінде біреу, ол ақшаны жұмсамас бұрын 3 категорияға бөлу. Мысал ретінде үшінші, соңғысынан бастайтын болсақ, ол біз қатты мұқтаж емес заттар. Мысал ретінде жай ғана киімдер, не болмаса біз тұрып жатқан үйге қажет заттар деген секілді. Біз оларды кейіннен де сатып ала алатын мысалы заттарды 3-ші категорияға жатқызамыз. Ал 2-ші категория ол бізде, әрине біз өте қатты мұқтаж емеспіз. Бұл нәрсесіз біз өмір сүре аламыз. Егер мысалы бұл нәрсеге ақшамызды жұмсамайтын болсақ, бірақ та біз 2-ші категорияға ақша жұмсап, сол нәрсені қолданатын болсақ, біздің өміріміз жеңілдейді. Мысал ретінде такси. Сіз әрине таксиге ақша жұмсамай-ақ қоюыңызға болады, бірақ та бұндай кезде сіз оқу орныңызға немесе жұмысқа жаяу баруға қажет болады. Бұл дегеніміз сіздің уақытыңыз кетеді және энергияңыз кетеді. Сол себепті де сіз мүмкіндігінше өзіңіздің қатты шаршамау үшін, уақытыңызды үнемдеу үшін 2-ші категорияға ақша жұмсайсыз. Ал 1-ші категория ол бізде біз мұқтаж, өмір сүре алмайтын заттар. Мысал ретінде қарапайым ғана тағам. Әрине біз тағамнан біз ешқандай ақша үнемдей алмаймыз. Бірақ та тағам түрлерінен ақша үнемдеп дұрыс жұмсауға болады. Мен бұл методты айтып жатырмын, өйткені ертең біз университетте оқитын болсақ, басқа қалаға көшетін болсақ, біз жатақханада не болмаса басқа бір квартира жалдап тұруымыз мүмкін. Сол кезде біз ақшаны дұрыс жұмсауымыз қажет. Яғни мүмкіндігінше үнемдеп дұрыс жұмсауға тырысуымыз керек деп айта аламын. Сол себепті де бір затты алмас бұрын мүмкіндігінше 3 категорияға бөліп алып жұмсау қажет. Көбінесе біз өзіміздің ақшамызды қолда бар кезде қажет емес заттарға, мысалы киімдерге, не болмаса мүлдем қатты керек емес қосымша дәптерлер, не болмаса әртүрлі оқулықтар алуға жұмсап қоюымыз мүмкін. Сол себепті де мен осы методты айтып жатырмын.